Сәлеметсіздер ме тыңдаушылар? Бүгін сіздерге ерекше әсерлі әңгіме оқып беремін. Арнама тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. 9 жыл. Айтуға оңай, бірақ бастан өткеруге аса ауыр болған осы 9 жыл менің өмірімдегі ең ұзақ уақыт болып көрінді. Күнтізбеден парақтарды жыртып тастаған сайын үмітім де сол парақтармен бірге ұшып бара жатқандай сезілетін. Алғашқы жылдары бәрі жақсы болады деп сендім. Уақыт керек, сабыр қыл деген сөздер жанымды жұбататын. Бірақ жыл артынан жыл өткен сайын, сол сөздер жұбаныштан гөрі жараға себілген тұздай әсер ете бастады. Күйеуім екеуміз алғаш үйленгенде болашағымыз гүлге толы бақ сияқты көрінетін. Бәрі де болады, бәріне үлгереміз, бәрін бірге жасаймыз деп сенетінбіз. Үйдің іші күлкіге толы, баланың дауысы шығып тұратын отбасы боламыз деп армандадық. Мен кішкентай киімдерді дүкеннен көрсем, ішім жылып бұйырса деп сыбырлайтынмын. Ол кезде 9 жыл күтемін деп ойлап бағанда едім. Бірақ арада 1-2-3 жыл өтті. Сосын адамдардың аузынан шығатын сөздер өзгерді. Алғашқыда қашан қуантасыңдар деп күлімдеп сұрайтындар, кейін емделіп көрдіңдер ме деп қабағын түйіп сұрайтын болды. Кейбірі тіпті мүлде сұрауды қойды, ал кейбірінің аянышты көзқарасы жаныма бататын. Мен күліп жүрсем де, ішімде үнемі бір бос кеңістік бар еді. Сол бос орын күн өткен сайын үлкейіп бара жатқандай болатын. Ауруханалар, дәрігерлер, анализ қағаздары, шексіз күту. Бұл өмірімнің бір бөлігіне айналды. Ақ халатты адамдардың суық дауысы, анализ қорытындыларындағы түсініксіз сөздер, күтейік, тағы тексерейік деген жауаптар үмітімді біресе көтеріп, біресе жерге ұратын. Кей түндері ешкімге айтпай, жастығымды құшақтап үнсіз жылайтынмын. Неліктен дәл мен? Неліктен біз? Деген сұрақтар миымды тесіп өтетін. Күйеу мені жұбатуға тырысатын. Бәрі жақсы болады дейтін. Бірақ мен оның да көзінен жасырынған мұңды көретінмін. Ол да әке болуды армандады. Бірақ менің жанымда әлсіздігін көрсетпеуге тырысатын. Біз екеуміз үнсіз ғана бір-біріміздің ауыртпалығымызды бөлісіп жүргендей болдық. Сол 9 жылдың көктемі бәрібір өзгеше басталды. Ауада бұрынғыдан жұмсақтау, күннің нұры да мейірімдірек көрінді. Бірақ мен бұрынғыдай артық қиялға берілгім келмеді. Үміттенбе деп өз-өзіме қайта-қайта сыбырлап қоятынмын. Себебі үміттену ең қауіпті сезімге айналған еді. Ол жүректі қаншалықты тез қуантса, сондай қатты жаралайтын. Бірақ сол күндердің ішіндегі бір қарапайым күн менің бүкіл өмірімді басқа арнаға бұратынын ол кезде білмеді. Сол күн алғашында еш нәрсемен ерекше көрінбеді. Барлығы әдеттегідей басталып, әдеттегідей жалғасып жатқандай еді. Таңертең ұйқыдан тұрғанымда денемде бір түрлі ауырлық, бірақ сонымен қатар түсініксіз жеңілдік қатар сезілді. Бұл сезімді бұрын бастан өткерген жоқпын. Айнаға қарағанымда көзімнің түбінде шаршағандықтың ізі байқалғанымен, жанарымда елеусіз жылт еткен бір үміт оты тұрғанын байқап қалдым. Тағы да бос қиялға еріп кетпесем екен, деп ойладым ішімнен. Себебі бұған дейін де бірнеше рет осылай өзін сабырға шақырып, артық сенімнен қорғануға тырысқанмын. Әр жолы кішкентай ғана белгі көрінсе ақ, жүрегім атша тулап, үмітім аспанға ұшатын. Артынша ол үміт көкке көтерілген күйі қайта құлап, тас-талқан болатын. Сол күні күн ұзақ басым айналып, жүрегім бір түрлі соғып тұрды. Тіпті сүйікті тағамдарымның өзі дәмсіз көрінді. Әдетте таңғы шайды ішпей шықпайтынмен, ол күні кесеге қарағым да келмеді. Бұл жай шаршаудан емес екенін жүрегім сезіп тұрғандай еді. Бірақ өзіме мойындамауға тырыстым. Қорықтым. Қуаныштан емес, қайта үмітсіздіктен қорықтым. Үйдің ішін жинастырып жүріп, бір сәтке тоқтап қалдым. Терезеден түскен күн сәулесі бөлменің ортасына төгіліп, шаң тозаңды алтын түске бояп тұрды. Сол сәуле менің өміріме қайтадан нұр төккісі келгендей көрінді. Қолымды ішіме қойып ұзақ тұрдым. Ол да үнсіз ғана менің қолымның астында бір сыр сақтап жатқандай сезілді. Сол сәтте жүрегімнен бұрын мүлде өтпеген бір ой жылт етіп өтті. Мүмкін бұл басқа шығар. Бұл ойдан өзім шошып кеттім. Ойымды дереу қуып тастауға тырыстым. Жоқ, бос қиял. Тағы да алдамшы сезім деп өз-өзімді тоқтаттым. Бірақ ол ой кеткен жоқ. Ол жүрек түбінде кішкентай бір шырақтай жанып, мені ішімнен жылыта бастады. Кешке күйеуім жұмыстан келді. Оның шаршаған жүзін көріп, тағы да бұл туралы айтуға батылым жетпеді. Жай ғана жымиып, үнсіз шайын қойдым.
Ол маған біртүрлі ұзақ қарап. Бәрі дұрыс па? Деп сұрады. Мен басымды изей салдым. Дұрыс деп айттым, бірақ ішімде дауыл тұрғанын ол сезгендей болды. Түнге қарай ішімде әлгі белгісіз сезім күшейе түсті. Көзімді жұмсам да ойым тоқтамады. Жүрегім біресе үміттеніп, біресе қорқып, екіұдай сезіммен алысты. Осындай күндерді бір емес, талай рет бастан өткерсем де, дәл бүгінгі сезім мүлде басқаша еді. Тереңірек, шынайырақ, тіпті қорқынышты да көрінді. Егер бұл рас болса ше? Егер 9 жылдық үнсіздік бүгін бұзылса ше? Осы оймен көзіме ұйқы ілінді. Бірақ мен әлі де бұл күннің менің өмірімдегі ең маңызды күндердің бастауы екенін білмеппін. Таң атып келеді. Бірақ мен үшін түн әлі бітпегендей еді. Көзім жұмулы болса да, санам ояу. Кеудемде әлде бір толқу, жүрегімде бұрын болмаған үрей мен үміт қатар соғысыпты. Күннің алғашқы шапағы терезеден сығалап кірген сәтте ғана орнымнан тұрдым. Сол сәтте ішімде әлсіз ғана бір қозғалыс, өте нәзік, өте сақ үміт оянғандай болды. Жуыну бөлмесіне қарай баяу басып бардым. Айнаға тура қарауға батылым жетпей біраз тұрдым. Тағы да алдамшы үміт болса ше деген қорқыныш маза бермеді. Бірақ бұл жолы ішкі бір күш мені тоқтатпай, алға itергендей еді. Дәрі қобдишасының ішінен тесті алған сәтте қолым дірілдей бастады. Көп жыл бұрын дәл осындай тесті басқаларға қызғана қарайтынмын. Ал енді ол менің қолымда. Сол кішкентай зат өмірімнің тағдырын шешетіндей көрінді. Алла, өзің оңынан бер, деп сыбырладым. Күтудің әр минуты бір сағаттай ұзақ болды. Кеудемдегі тынысым тарылып, жүрегім тарсылдап, құлағыма естіліп тұрды. Көзімді тайдырып, басқа жаққа қарағым келсе де, ол кішкентай жолақтан көз алмай қарап тұрдым. Сосын мен көрдім. Алғашында өз көзіме өзім сенбедім. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Тағы бір жолақ. Әлсіз болса да анық көрініп тұрды. 2 сызық. Мен тізерлеп отыра кеттім. Көзімнен жас үнсіз домалап түсті. Бірақ бұл жолы ол үмітсіздіктен емес. Бұл 9 жыл бойы жиналған сағыныштың, күткен қуаныштың, сабырдың көз жасы еді. Бұл рас па? Бұл түс емес пе деп қайта-қайта өзімнен сұрадым. Тағы да тексеріп көргім келді. Бірақ іштей сездім, бұл басқаша. Бұл шын еді. Ішіме қолымды жайлап қойдым. Сен келдің бе? Деп сыбырладым дірілдеген дауыспен. Бұл сөзді айтуға мен 9 жыл дайындалған сияқтымын. Сол сәтте есік сыртынан күйеуімнің дауысы естілді. Бәрі дұрыс па? Мен біраз уақыт үнсіз тұрдым. Бұл жаңалықты қалай айтамын? Оның жүзінен қандай сезім көремін? Ол сенер ме? Ол қуана ма? Есікті ашып оған қарадым. Оның көзі бірден менің көзімдегі жасты көрді. Абыржып қалды. Не болды? Ауырдың ба? Деді алаңдап. Мен ештеңе демей, тек қолымдағы тесті оған создым. Ол бір сәт түсінбей қарап тұрды. Сосын көздері үлкейіп, дем алмай қалғандай болды. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Бұл деп күбірледі ол. Шын ба? Мен басымды изедім. Сол сәтте ол мені құшағына қатты қысты. Оның кеудесінде жүрегінің қалай соғып тұрғанын анық сездім. Бұл әкелік жүректің алғашқы соғысы сияқты еді. Оның иығымнан сезген дірілі маған бәрін айтты. Ер адамның үнсіз жылауы осынша ауыр әрі әдемі болатынын мен ол кезде ғана түсіндім. Біз көпке дейін солай үнсіз тұрдық. Бұл сөзбен айтылмайтын қуаныш еді. Бірақ сол қуаныштың көлеңкесінде тағы бір мазасыз ой қылаң берді. Алда бізді қандай сынақ күтіп тұр? Бұл қуаныш ұзаққа созыла ма? Мен бұл жолдың басы ғана екенін сездім. Тесттегі 2 сызық көз алдымда қайта-қайта елестеп тұрды. Қуанышым шексіз болғанымен жүрегімнің түбінде бір тынышсыздық тығылып жатқанын да сездім. Бұл күтумен өткен 9 жылдың қалдырған ізі еді. Мен қуанышқа бір жола сенуден қорқатын болыппын. Әр минут сайын бұл шынымен болып жатыр ма деп өз-өзімнен қайта сұрай бердім. Күйеуім сол күні ерекше мейірімді, ерекше мұқият болды. Ол маған шайды де өзі құйып беріп, шаршама, жүріп кетпе, отырып демал деп қайта-қайта ескерте берді. Оның осы қимылдарының әрқайсысында қорқыныш пен қуаныш қатар жүрді. Біз екеуміз де қатты сенгіміз келді, бірақ тым беріліп кетуден қорықтық. Ертеңіне ауруханаға бару туралы шешім қабылдадық.
Ол таң маған өте ұзақ көрінді. Уақыт әдейі баяулап қалғандай. Сағат тілінің қозғалысы да ақырын жүрген сияқты. Жол бойымен терезеге қарап үнсіз ойға баттым. Бәрі де таныс, бәрі де бұрынғыдай, бірақ менің ішімде бүтін бір әлем өзгеріп кеткендей еді. Аурухананың иісі, дәліздегі ақ қабырғалар, адамдардың төмен дауыспен сөйлескен сөзі мені бұрыннан таныс қарсы алғандай болды. Бірақ бұл жолымен бұл жерге басқа сезіммен кірдім. Бұрын үреймен, үмітсіздікпен келсем, бүгін қолымда үміттің ең нәзік ұшқыны бар еді. Дәрігердің қабылдау бөлмесінің алдында отырғандағы сәт менің өмірімдегі ең ұзақ күту болды. Қолым күйеуімнің қолында. Екеуміз де үнсізбіз. Тек бір-біріміздің тынысымызды ғана естіп отырдық. Кіре беріңіздер деген дауыс естілгенде жүрегім тоқтап қалғандай болды. Тексеру, сұрақтар, тағы да ұзын сонар үнсіздік. Көзімді төбеге тігіп жаттым. Аяғым мұздап, алақаным тершіп кеткенін сездім. Сосын дәрігердің жұмсақ дауысы естілді. Құттықтаймын. Сіздер көптен күткен жаңалық ақыры келіпті. Бәрі дұрыс сияқты. Сол сөзден кейін мен қалай тыныстап жатқанымды да сезбей қалдым. Көзімнен еріксіз жас ақты. Бұл жолы қорқыныштың емес, жеңілдік пен қуаныштың жасы еді. Күйеуім дәрігерге қайта-қайта. Шын айтасыз ба? Бәрі жақсы ма? Деп сұрай берді. Ол да сенгісі келмей тұрды, бірақ дәрігердің нық жауабы жүрегімізге сенім ұялатты. Сол сәттен бастап мен өзімді жалғыз сезінбей қалдым. Енді менің ішімде өмірдің титтей ұшқыны бар екенін білдім. Бұл ойдың өзі мені мүлде басқа адамға айналдырғандай болды. Әр қадамым, әр демалған ауам, ішкен суым, бәрі маңызды, бәрі жауапкершілікке толы еді. Ауруханадан шыққанда күн ерекше жарық болып көрінді. Әлем бұрынғыдан да әдемірек, мейірімдірек сияқты. Адамдардың жүзінде күлкі көп, аспанда кеңейіп кеткендей еді. Бірақ сонымен бірге мен бір нәрсені анық сездім. Алдағы жолда оңай болмайды. Бұл тек бастауы ғана еді. Мен енді тек өзім үшін емес, өзіммен бірге өсіп келе жатқан кішкентай өмір үшін өмір сүріп жаттым. Ішімнен. Қандай болса да, сені қорғаймын 9 жыл күткен үмітім деп сыбырладым. Уақыт бұрынғыдай өтпейтін болды. Әр күнім ұзақ, әр түнім тып-тыныш емес еді. Ішімдегі кішкентай өмірмен бірге менің де ойларым, сезімдерім, қорқынышым, қуанышым бәрі өсіп келе жатқандай. Күн сайын қолымды ішіме қойып, үнсіз тыңдайтынмын. Әлі тым ерте болса да, мен оның бар екенін сезінгім келетін. 9 жылдық күту мені сабырлы адамға айналдырғанымен, жүрегімді әлсіз етіп қойғанын да түсіндім. Кейде ешқандай себепсіз жылап аламын. Кейде болмашы нәрседен қуанып, күлкім тоқтамай кетеді. Бұл бір түрлі, бірақ жүрекке жылы сезім. Себебі енді бұл сезімдер тек маған ғана тиесілі емес болатын. Олар екеуміздікі. Күйеуім маған бұрынғыдан да жақын бола түсті. Ол әр таң сайын. Қалайсың? Бүгін сен екеуің қалайсыңдар? Деп сұрайтын. Оның екеуің деген сөзі жүрегімді күлкіге толтыратын. Біз енді бір отбасы ғана емес, өсіп келе жатқан өмірдің қорғаны едік. Түндері ұйықтар алдында қиялға беріліп кететімін. Ол кім болады? Ол ма, қыз ба? Кімге ұқсайды? Даусы қандай болады? Күліп жүгірген сәті, бірінші қадамы, алғашқы сөзі. Осы ойлар жанымды тербетіп, шаршағанымды ұмыттыратын. Дәрігерге барған сайын жүрегім ерекше соғатын. Әр тексеріс мен үшін үлкен сынақ. Бірақ әр жолы бәрі жақсы деген сөзді естігенімде, жүгі ауыр жүрегім жеңілдеп қалатын. Бір күні дәрігердің бөлмесінде жатқанда әлсіз, бірақ анық бір дыбысты естідім. Бұл жүректің соғысы еді. Мен алғаш рет өз ішімдегі тіршіліктің соққан жүрегін естігенде, уақыт тоқтап қалғандай болды. Көзіме жас толып, тынысым тарылып қалды. Бұл менің баламның жүрегі ме? Деп сыбырладым. Иә, деді дәрігер жай ғана күлімсіреп. Мынау өмірдің ең таза үні. Сол сәтте мен 9 жыл бойғы әрбір көз жасы, әрбір дұға, әрбір үнсіз кештің бекер болмағанын түсіндім. Бұл Алланың маған берген ең үлкен сыйы. Ауруханадан шыққан кезде аспанға ұзақ қарадым. Шүкір дедім. Жүрегімнің түбінен шыққан, шынайы, таза алғыс еді бұл. Үйге келген соң терезе алдында отырып, баяу ғана ішіме қолымды қойдым. Біз сені 9 жыл күттік дедім сыбырлап.
енді сенен бас тартпаймыз ешқашан. Көзімді жұмдым. Сол сәтте мен өзімді бұрынғыдай жалғыз, бос, күмәнға толы адам емес, жүрегінде бір әлем соғып тұрған ана ретінде сезіндім. 9 жыл. Бұл тек уақыт емес, бұл сабыр, үміт, махаббат пен сенімнің жолы еді. Ал сол жолдың соңында мені ең үлкен бақыт күтіп тұрды.